Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ұйғыр самсасын дайындаймыз. Өзім күнделікті заказға жасап жүрген самсаның рецептісімен бөлісемін. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: ұн, сары май, қаймақ, су, жұмыртқа және де тұз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, тұзды, қаймақты және де суды қосып араластырып аламыз. Содан кейін мұздатқыштан шыққан сары майымызды үкіштен өткіздіріп аламыз. Қолымызбен үйкелеп крошки жасаймыз. Содан кейін дайындап қойған массамызды үстінен құйып жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды целлофанға салып 30 минутқа холодильникқа қоямыз. Жарты сағат өткен соң тоңазытқыштан қамырымызды алып, қамырды жаямыз. Өте жұқа қылдырып жаю керек. Қамырымызды жұқалап жайып болған соң үстінен ерітілген сары майымызды дәл видеодағыдай жағып шығамыз. Содан кейін үстіне кішкене ұн сеуіп шығамыз. Содан кейін қамырымызды рулет сияқты домалатып орап шығамыз. Содан кейін мұздатқышқа 3 сағатқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге тартылған сиыр етіне пиязды және де дәміне қарай тұз бен қара бұрышты қосып жақсылап араластырып аламыз. Үш сағат өткен соң қамырымызды алып бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен видеода 30 граммнан бөлдім. Қамырды жайған кезде тым қатты жұқа да қалың да болмау керек, орташа болу керек. Дайын болған самсалардың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Содан кейін қалауларыңыз бойынша күнжіт сепіп шығуларыңызға болады. Дайын болған самсаларды қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.